Енді бар ғой. Бір кешеден бері біраз жайтты айтқым келмей солай отырған ем. Жарайды, енді ол бүйтіп ашылып айтатындай, бір ондай айтатындай нәрсе көріп тұрған жоқпын, бірақ мен олардың орталарына түскім келсе егерде, біз айырылысқаннан кейін қаншама уақыт болды ғой менде. Кеше Жаннан өзі де айта кетті. Бірақ Айгүл екеуі 5 жылдан бері бір-бірімен сөйлеспеген, неге мына жерде жылап отыр деген сияқты ода сұрақ болды, дұрыс па? Егер де мен араларына түскен болсам, конкретно айтатын еді, осы Айгүл түскен арамызға, осындай екеуі талай сөйлесетін, хабарласатын деген сияқты әңгіме болатын еді. Асылжан, мына жерге келмей тұрып сен онымен хабарластың ба? Айтылды ғой, иә, хабарласқанбыз. Кеше айтылды оның бәрі. Жоқ, біліп тұрмын ғой, маған просто кімнің Жаннаның мамасы бар, Салтанат деген танитасың да? Танымаймын ол кісінің мамасы. Сол кісі хабарласқан маған. Сізге? Сол, маған инстаграмға жазған. Бүкіл нәрсені айтты Бауырсақаның өзі. Бәрін айтқан сізге сол кісі ма? Телефонмен, ватсаппен? Өзі инстаграммен, аккаунтымен жазды маған Бауырсақан. Не деп жазды сізге? Әкел десеңіздер, кім Айгүл бәрін біледі деп тұр ғой. Жаннаға да звондаған Айгүл екен. Кімді Асылжан шақырып алғанда Айгүл екен. Содан кейін бәрін ұйымдастырған Айгүл екен. Еще Жаннаға звондап айтқан Айгүл. Давай Алматыға кел. Короче, бірінші айыл, екінші айыл ол тикток түсірейік. Сол жерден статикамызды көтеріп аламыз. Енді үлкен адам ондай өтірік айтпайтын шығар. Менде бүкілі бар жазылған дәлелдің бәрі. Сосын қай уақытта екенін білмейсің, үлкен балаң неде Астанада кімнің қолында болды да? Кеше айтылды. Сол кезде сен Асылжанмен кездескенсің, Асылжан еще саған айтқан, сенен декабрьде маған қарай қайтып келесің ба деп. Сен еще жазып бергенсің, ол записи бар менде. Аудиозапись ол дейтін. Асылжан саған айтқан, енді маған келесің ба, декабрьде точно келесің ба деп. Сен айтқансың, сен бірінші қалай жетіп алшы, жетіп алдың деп сұра, сен содан кейін ол жағдайдың бәрін сұрашыш деп ше. Жоқ, Ринат, мына жерде білмеймін, нені жаңалыққа отырғанды, мұна айтылған бәрі кеше сен эфирде болдың ғой. Мен эфирде болмадым ғой. Онда болмасаң эфирді дұрыстап қарап келуің керек еді. Осы айтылған жағдайдың бәрі кеше айтылған болатын. Білмеймін, мені жаңалық қып айтып отырсыңдар. Кеше айтылған әңгіме айтылды, бірақ Ринаттың айтып отырғаны қазір Жаннаның анасы, яғни Жанна түсінгеніміз бойынша анасы неге сізге жазды? Себебі Жанна біраз дүниені жасырып қалған болып тұр. Айтпай отыр деп сізге айтып тұр ғой. Дәл солай. Просто ана жерде Жанна жексұрын болып отыр дейді, екеуінің қармағына ілініп қалды дейді Жанна. Жанна бәрін ұйымдастырған Айгүл дейді негізі. Жоқ, былай ғой, онда Балауса ханым жарайды тұрады. Мына жерде былай ғой, өтірік айтқан адам негізі жобада отырмау керек деп ойлаймын мен өзім. Былай ғой, егер де мен оларды жалынып екеуін шақырып алған болсам, неге онда бұл жерде мынандай жағдай болады да, кеше енді Жанна айта кетті. Мен ойлаймын, ол бір Жанна кеше бір жасырып отыратындай да нәрсе болған жоқ. Айтқысы келген нәрсенің бәрін айтты.